Ақ сарбас атау. Адамдар қауіп-қатерге ұшырағанда, Алла тағала мені осы қиындықтан құтқара көр, ақ сарбас деп Құдайы атайтын болған. Мұндай жағдайда ақ сарбас деп 3 рет айғайлаған. Сосын қауіп-қатерден аман қалғанында әлгі адам ауыл-аймағын шақырып Құдайы берген. Ақ сарбасқа шалынатын малдар боз қасқа, көк қасқа, қызыл қасқа. Адам ақ сарбас атағанда қай малын айтса, соны Құдайға союға тиіс. Ат толдау. Ер адам қайтыс болғанында мініп жүрген атының жал құйрығын күзеп, оны бос жібереді де, өлген адамның жылында сол атты әкеліп сояды. Бұл дәстүрді ат толдау деп атайды. Көгентүп беру. Малды адамдар жақын туған туыстарының кішкентай баласына бұзауларының, құлындарының, қозыларының, лақтарының, боталарының бірін атайды. Бұл көгентүп беру. Атаған көгентүбін кейін бермей кету өнегесіздік, дүние қоңыздық деп саналады. Қорықтық құю. Ол емдік ғұрып. Ауырған адамның төбесінің үстіне басына тигізбей май құйылған табаны әкеліп, екінші бір ыдыста қорытылған сұйық ыстық қорғасынды оның үстіне құйып кеп жібереді. Сонда шар етіп кішкене қорғасын сұйығы бір бейне қалпына түседі. Емші соған қарап ауруға сіз иттен немесе адамнан, жыланнан қорыққансыз дегендей болжам айтып, ауруды жазылатынына сендіреді. Мойнына бұршақ салу. Ертеде баласы жоқ адамдар мойнына көгеннің бұршағын салып, Алладан перзент сұрап жалбарынған, жылаған. Мойынға бұршақты бала тілегенде ғана салады. Қазан шегелеу. Жақын туыс, әзіл қалжыңы жарасқан адамдардың үйіне 2-3 адам бірге барып, осы үйдің қазанын шегелей келдік, дейді. Бұл олардың түстеніп ет жеуге келгендігі. Үй иесі оған әзілмен жауап қайтарады. Жақсы болды, қазан шегелейтін адам таба алмай отыр едік деп қонақжайлық танытады. Әйелі ет асып, қонағасы береді. Жұмалық. Бұрындары дәріс алып жүрген шәкірттері жұма күні молдасына сыбағаға ет, қымыз, май, құрт әкелетін болған. Оны халық жұмалық деп атап кеткен екен. Аунату. Қазақтар үйіне келіп қонақ болған, қонып кеткен адамдардың отырған жатқан жеріне баламыз осы атасына тартсын, бойына осы атасының қасиеттері қонсын деп балаларын аунатып алатын болған. Елге, ағайынға сыйлы азамат кіндік қаны тамған туған жеріне келгенінде халық, туған туыстары, дос-жарандары оны сол жердің топырағына аунатып алған. Шыңғыс Айтматов үйіне Мұхтар Әуезов келгенінде ол отырған орындыққа ұлын аунатып алған деседі. Арыздасу. Бұл өмірдегі тататын дәм-тұзы таусылып, өмірден өтіп бара жатқан адам отбасымен, туған туыстарымен, көрші-көлем, дос-жарандарымен соңғы рет тілдесіп, қош айтысады. Мұны арыздасу деп атайды. Арыздасуда бақилық болғалы жатқан пенде біліп-білмей жасаған қателік, күнә, кінәлары үшін жиналғандардан олар одан кешірім сұрайды. Араша түсу. Дауласқан, жанжалдасқан адамдарға басу айтып, ажырату, сабасына түсіру араша түсу деп аталады. Бұрындары мұндай жанжалда ауылдың, елдің абыройлы абызы араша деп айғайлап, от шыққалы тұрған ортаға барып, ағайынға араша түскен. Ерулік. Жаңа көшіп келген көршілерге арналған ас. Оларды жергілікті тұрғындар жаңа ортаға тез бейімделу үшін өздеріне қонаққа шақырады. Ерулік көршілерді жақындастыру керек. Тағам жылқы етінен, қазы қарта, жал жая немесе қой етінен жасалады. Құрсақ той. Құрсақ той, құрсақ шашу, келіннің аяғы ауыр екенін білген дене жақын туыстарын, көршілерін шақырып, мол дастархан жаяды. Бұл мерекенің мақсаты тойлау және келінге көңіл бөлу. Үлкендер келінге бата беріп, абысындар өз кеңестерімен бөліседі. Жарыс қазан. Әйелді толғағы қысып жатқан уақытта оның жақын туыстары, әсіресе әйелдер қазанда қонақтарға арнап ет пісіріп қою керек. Егер әйел қазан қайнағанға дейін баласы туса, оны жақсыға арымдайды. Сүйек жаңғырту. Егер құдалар қайтадан құда болса, құдалық ары қарай жалғасады және бұл сүйек жаңғырту деп аталады. Бұл дәстүр қыз бен жігіттің келісімімен орындалады.
Абысын асы. Бұрын күйеулерінің рұқсатынсыз әйелдер көңіл көтеруге бара алмайтын. Ер адамдар тойға аттанғанда айтта ауылда тек әйелдер қалады. Ол кезде олар өздеріне мереке жасайтын. Дәмді ет пісіріп, самауырын қойып, ән айтып қалжыңдасады. Бұл қазақ әйелдерінің бірлігі мен достығының көрінісі. Абысын асы әйелдерді біріктіреді және жақындастырады. Ас ату. Әдетте ақсақалдар өз қолдарымен табақтан бешбармақ қалдықтарын алып балаларға береді. Бұрын балалар қонақтардың тамақтанып болғанын күтетін. Жазушы Сәбит Мұқанов бұл дәстүрді өз шығармаларында кеңінен насихаттайды. Босаға майлау. Жас жұбайлар үйленген кезде немесе біреу жаңа үйге көшкен кезде туыстары табалдырықты маймен жағады. Үйде береке болсын деген ниетпен істелінеді. Бұл дәстүрді орындағандарға үй иелері сыйлық береді. Ажырасу көже. Бұл көшу алдында дастархан жаю дегенді білдіреді. Осылайша адамдар туғандары мен көршілермен қоштасады. Өйткені үнсіз көшіп кету тәрбиесіздіктің көрінісі. Бел көтерер. Бел көтерер қарт адамдарға дәм беру. Олар ерекше қарауды талап етеді. Олар үшін тәттілер, қазы, сары май, жент, қымыз, ірімшік, бал және тағы басқалар дастарханға қойылады. Оны жақын көршілері, балалары апарады. Үлпершек. Үлпершек әкелері өз қыздарына сарқыт ретінде беріп жіберетін тағам. Бұл ата-аналар қызын жақсы көреді және оны қонаққа күтеді дегенді білдіреді. Оны жылқының жүрегінен дайындап, ұн салынған қапқа салып, бір айға қалдырады. Осыдан кейін оны дайындауға болады. Ал енді, құрметті оқырман, сіздің қазақтың салт дәстүрлеріне байланысты біліміңізді тексеру үшін 10 сұрақтан тұратын тест береміз. Ұмытылып бара жатқан халқымыздың салт дәстүрлеріне байланысты біліміңізді тексеріп көріңіз. Маусымдық шөп шабу кезінде көмекке келгендерге берілетін ас. Нәзір, үме, ілу. Сұрақтың дұрыс жауабы үме. Үйлену тойы кезінде айтылатын тәрбиелік маңызы бар дәстүрлі жыр. Бесік жыры, аушадияр, сүндет ашар. Сұрақтың дұрыс жауабы аушадияр. Жесір қалған әйелдің қайын аға не қайын інісіне некелесуі. Әмеңгерлік, неке қияр, өңір салу. Бұл әрине әмеңгерлік. Қонақтар сойылған қой етін тауысып жемесе, 2 қой төлейтін қазақтың сайыс дәстүрі қандай? Жолдық, жарыс қазан, деңгене. Дұрыс жауабы деңгене. Қайтыс болған адамның тұтынған киімдерін оның сүйегін жууға кірген адамдар мен өзі қатарлас адамдарға үлестіру. Мұра, тұлдау, сыйыт. Дұрысы сыйыт болатын. Аңшы не саятшыдан олжасын сұрау дәстүрі. Салбұрын, сыралғы, шашыратқы. Сұрақтың дұрыс жауабы сыралғы. Күзді күні бие ағытардағы ақырғы қымызға көрші қолаңды шақыру дәстүрі. Сірге мөлдір ету, теңсерік, селт еткізер. Дұрыс жауабы сірге мөлдір ету. Ұзатылатын қыздың анасына берілетін сый. Қалың мал, кит, сүт ақы. Дұрыс таптыңыздар, жауабы сүт ақы. Қалың малы төленген қалыңдық қайтыс болса, қазақ дәстүрі бойынша қалыңдықтың сіңлісін алу кезінде төленетін қосымша қалың мал. Той ақысы, балдыз қалың, қыз қашар. Дұрыс жауабы балдыз қалың. Дүниеге келген ұлға жас төлді атау салты. Бәсіре, ашамайға мінгізу, байғазы. Дұрысы бәсіре болатын. Ал қадірменді тыңдарман,
10 сұрақтың нешеуіне дұрыс жауап бердіңіздер? Комментарийге жаза кетіңіздер.